Акысын жемей бере салсайын деген көп жазбалар келип жатыр да. Ол жерде аз сумма эмес, ол жерде әр әнге $30,000. Акысын жемей бере салсайын деген көп жазбалар келип жатыр да. Ол жерде аз сумма эмес, ол жерде әр әнге $30,000 сурап отур. Бирок биз келисүүгө тырыштык барынча. 15 миллионга келискен болатынбыз. Бирок кеше тагы өзү ол оюнан айнып, әндердин баардыгы удалить жеткизди. Сондуктан менде эч кандай амал болмот. Мінекей, мынау сотқа шақырту қағаз. Бізде мәселе мынандай болып жатыр. Баян Сұлу деген қыздарыңыз қазір енді сотқа шақырып жатыр мені. Мен композитормын, сол Баян Сұлудың 5 бірдей ән жазған автормын. Ұмытсам да сондайым бар, ауа райы, күтемін, осы 5 ән жазған композитормын. Бұл жерде бізде үлкен бір мәселе болып жатыр. Мәселе болып жатырған себепті мен сіздерге видео үндеу жолдап жатырмын. Баян Сұлу басында келген кезде ешқандай аты жоқ, ешқандай әні жоқ. Аға, мені хит қылсаң, бізге маған ешқандай да ақшаның қажеті жоқ. Мені хит қылсаң болды деп келген қыз. Қолымнан келгенше максималды жұмыс жасадым. Максималды 5 бірдей ән жаздым. 5 бірдей әні 5-еуі де Аллаға шүкір хит. Ол үшін сіздерге халқым үлкен рахметімді, алғысымды айтамын. Менің әндерімді осылай тыңдап хит қылғандарыңызға, жақсы жүрек жарды лебіздеріңізді білдіріңізге үлкен алғысым шексіз. Енді қазір менде үлкен мәселе болып жатыр. Мен автормын, менің авторыма әндеріме ешқандай да қаламақы төленбеген. Мен тегін жұмыс жасадым. Қолымнан келгенше барлық командамда өзімнің жұмыс жасайтын інілерім, балаларым, ағаларым барлығын түгел осы Баян Сұлуға жұмыс жасауға мен жұмылдырдым. Қолымнан келгенше. Енді ақырғы соңында Әлшер Бұрхановпен продюсермен келісім шарттары бұзылғаннан кейін бұл жерде мен Баян Сұлудың маған деген сыйластығын, маған деген құрметін көріп жатырмын. Bir кездері осы бір 20 күн бұрын барлық клиптер мен ютубтан өшіргізіп тастағанмын. Бірақ кейін қайтадан шығарттырдым. Себебі менің өзімнің нақты талап етіп жатырған талабыммен қаламақымды ол кісілер төлеуден бас тартып жатыр. Маған бірнеше қысым болды, бірнеше адам звондады, бірнеше адам келді. Осындай, сен тоқтат, мына нәрсеңді қой, сен осындай ақшаға бер. Мен сұраған өзімнің қаламақымның бағасын түсіргісі келді. Ол және де маған деген сыйластығы, мен әнді айтпасам, әнші болмаса, ол әнден хит болмайтын еді деген әңгімелердің барлығы оның маған деген сыйластығы деп білем. Оның маған деген құрметінің жоқтығын көрсетеді. Сондықтан мен көптеген жас балалармен де, көптеген Қазақстанда осы ағаларымыз, әпкелеріміз, інілеріміз, қарындастарымыз, бірнеше әртіс ағаларымыз барлығымен мен жұмыс жасап келе жатқан адаммын. Мен танымасаңыздар да менің әндерімді білесіздер. Себебі мен еш жерде сұхбат бермегенмін, еш жерге шықпағанмын. Мен тек тасада осындай студияда ғана жұмыс жасайтын адаммын күні-түні. Енді ақырғы соңында не болып жатыр? Ақырғы соңында мен бұл видеоны не үшін жолдап жатырмын? Соңында мен сотқа шақырып жатыр. Мен сол әндерді енді бұдан арғарата ютубтан да, платформадан да, еш жерден де, тыңдалымнан еш жерде болмайды, өшіремін. Ол әндерді орындауына мен рұқсат бермей жатырмын. Сол себепті мен қазір сотқа шақырып жатыр. Сонда бұл әділдік қайда деймін да мен? Бұл қалай біз қолымыздан келгенше жұмыс жасаймыз? Менің меншігімде ештеңе жоқ. Менің меншігімде отбасым бар, 5 балам бар, және әндерім ғана бар. Мен әнге қызмет етіп жүрген адаммын. Шамамыздың келгенше халықтың құлағында қалатын, халықтың жүрегіне жететін ән жазғымыз келеді. Оны жақсы әншісімен орындағанын қалаймыз. Ол менен келіп көмек сұрап келгеннен кейін қолымнан келгенше көмегімді жасадым. Қолымнан келгенше әнді жаздым. Жақсы деген әндердің барлығын соған орындатуға тырыстым. Біздің алдымызға қойған мақсатымыз болған, арена жинаймыз, стадион жинаймыз, үлкен жұмыстар жасаймыз. Ол өзім продюсермен жұмысын тоқтатты. Мен ол жақтағы келісімдерінде мен ешқандай қатысым жоқ. Мен ол жаққа ешқандай да араласа алмаймын. Ал маған продюсермен екеуі келді, жұмыс менен көмек сұрады, қолымнан келгенше көмектестім. Продюсермен келісімшартты бұзғаннан кейін басқа продюсері шықты, маған хабарласты. Осындай келісімге келейік.
сізбен жолығайық, қай жердесіз, келді, сөйлестік, мен өз талабымды айттым, осындай да осындай, менің қаламақымды төлеңдер, нақты бір осындай қаламақымды төлеңдер, болды, әнді орындай беріңдер, рұқсат сендерге. Себебі ол әннің барлығын орындайтын Баян Сұлу, осы қазақ эстрадасына Баян Сұлу деген ат, әнші сол әндерменен кірді деп мен өз басым есептеймін. Қазақ өнеріне сондай әнші қосылды деп, сол әндермен қосылды деп есептеймін. Оның әншілігінде мен ешқандай таласым жоқ. Сондықтан енді ақырғы соңында не болып жатыр? Ақырғы соңында мені осындай қысыммен ең соңында өстіп мені сотқа шақырып жатыр, сотқа жүгініп жатыр. Енді білмеймін әділдік қайда екенін. Бұл жерде өте өкінішті нәрсе. Өте өкінішті нәрсе, және де өзіңнің қарындасыңдай көріп, бар ынтаңмен, бар қолынан келгенше жұмыс жасаған адамы соңында осындай соққы жасап жатырған, ол енді жақсы нәрсе емес. Сондықтан мен сіздерге осындай үндеу жолдап жатырмын. Сіздерге тағы да алғысым шексіз. Рахмет. Менің әндерімді жүрек жарып тыңдағандарыңызға, сіздердің жүректеріңізге жеткеніне, құлақтарыңызға жеткеніне мен үлкен қуаныштымын. Бірақ әнші менен композитордың арасындағы сыйластықтың соңы осындайға келіп жатыр. Сол үшін мен сіздерге осындай видео үндеу жолдап жатырмын. Енді не істерімді білмей жатырмын, мен шынымды айтайын. Дәл қазіргі кезде мен не істерімді білмеймін. Мен сотқа шақырып отыр. Менің әндерімді қаламақ төлегісі келмейді, ол әндерді орындағысы келеді. Енді бұдан ары қарата ол әндер ютубта да, платформада еш жерде де болмайды. Себебі мен рұқсат бермей барлығын алып тастап жатырмын. Сол себепті мені сотқа шақырып жатыр. Ал енді өздеріңіз әділдігін айтыңыздар. Көп рахмет. Қайырлы кеш, барлықтарыңызға сәлем. Видеоны кеш салып жатқанның себебі ағалар толық өзінікін айтып алсын дедім. Өйткені менің айтатын әңгімем өте ұзақ. Бірінші мәселе, бүгінгі Қуат Әбіловтің маған жолдаған бейне жазбасында жалған ақпараттар таратылған. Ол жала жабу болып табылады. Өйткені оның қолында көрсетіп тұрған қағазы сотқа келген. Оның әнге мүлдем қатысы жоқ. Ол жерде менің өзімнің абыройым, өзімнің жеке құқығымды қорғауға арналған құжаттар еді. Және де осы жалған ақпарат таратқан үшін біз заң жүзінде шара қолданамыз. Екінші мәселе, әндерге келетін болсақ, мен ол әндердің төлемін жасаудан ешқашан бас тартқан жоқпын. Келісілген бағадан 3 есе баға ұлғайып кетуінің себебінен менің қалтам ол ақшаны көтере алмады. Бірақ кеше біз Қуат Әбіловпен определенный бір сумаға келісіп, қол алысып, сол жерде келісіп кеткен болатынбыз. Және де артынша 2 сағаттың ішінде біз договорды әкелдік алдына. Әкеліп тұрсақ, ол өзінің ойыннан айнып қалғанын, және де әндерді бүкіл жерден удалить ететінін, өшіретінін айтты. Үшінші мәселе, әндердің құқығы. Мен осыдан 2 жыл бұрын, 2024 жылы, жеке клиент ретінде өз ақшаммен Қуат Әбіловтің гонорарын толық төлеп, ұмытсам да әнін сатып алам толықтай. Және де ол ән 1 жыл бойы ешқайда шықпай тұрады, менде тұрады. Менің қателігім, ол әндерді сатып алған кезде договор жасатпағанмын, бірақ перевод, чек барлығы сақталған. Сол әнді 2025 жылдың көктемінде Әлшер Бұрханов, менің бұрынғы продюсерім, естіп ұнатады. Және де сол әнді видео жазып, сниппет түсіріп, халыққа тыңдатуға ұсыныс тастайды, және де өзі көмектесетінін айтады. Солайша ол ән тыңдармандардың жүрегіне жетіп, ол үшін тыңдармандарға рахмет, жүрегіне жетіп, үлкен хит болады. Сол кезде Қуат Әбілов маған шығады. Ол әннің хит болуымен құттықтап, бізді студияға шақырып, егер жаңа әндер іздеген болсақ, бізбен бірге жұмыс жасауға дайын екенін айтады. Солайша мен Әлшер Бұрхановпен сол кезде договорға отырам, яғни продюсер, әртіс ретінде екеуміз келісімшартқа отырамыз. Солайынан студияға барамыз, Қуат Әбілов пен Әлшер Бұрханов өзара келісім жасайды әндерге. Менің естуім бойынша Әлшер Бұрханов Қуат Әбіловке өзінің бюджеті аз болғандықтан, кейін еңбек ақталып жатқаннан кейін қымбат сыйлықтар арқылы және де ақшалай арқылы оған берем деп келіскен. Анпакингтен бұрын мынау бұл қаяқтан не үшін келіп жатқанын айтайық та. Давай айтайық. Әлшер Бекшердің бізге сыйлап жатқан макбугі.
Баян сұлу екеуінің. Ашшы, мына яғын көтерші. Мінекей. Қара түсті ма? Биылғы, Алла қаласа осы жылғы декабрь айының 20-сы ғой бүгінде, 21 ма? 21-іне дейінгі осы 7 айдың ішінде Баян сұлудың шығарған хиттарына байланысты бізге алғысы осы алып беріп жатырған. Және де Әлшай Бұрхановтың Қуат Әбіловке ақшалай сыйақы ретінде де перевод жасап жатқанын өз көзіммен көрдім. Мен артист ретінде ол мәселеге араласа алмадым, өйткені ол жұмыстың барлығы продюсердің жұмысы еді. Ал ұмытсам да әні толықтай менің әнім. Негізі болып жатқан бұл мәселелердің барлығы алдында өздеріңіз естігендей, мен продюсермен жұмыс тоқтаттым. Соған үлкен қатысы бар. Бірақ көптеген құпиялар бар, үлкен мәселе бар, кейіпкерлер бар. Оның барлығын кейін айта жатармын. Маған неше түрлі пікірлер, жазбалар, комментарийлер келіп жатыр. Мені қолдап та жатқан адамдар бар. Сіздерге көп-көп рахмет. Ал шын мәнісін білмейтін адамдарға айтқым келеді. Бұл жерде сіздер білмейтін үлкен мәселе бар. Ол мәселені жақында мен дәлелмен, соттың үкімімен бірге алып көрсететін боламын. Оған дейін күтіңіздер.